Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тамағы бешбармақты істейтін боламыз. Ол үшін осылай қазы бізде 4-5 адамға арналған тамақ жасайын деп жатқан соң, мына көріп тұрғандарыңыздай 500 грамм, 500-600 грамм ет және сүйек салдым. Кішігірім май, ол 200 грамм. Осылай 3 табақ суымызды құйып алдық. Мен жылы су құйып алдым. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес. Енді сіздер салқын су құйып алсаңыздар болады. Мен осылай жылы су құйып алдым. Сосын астын баяу отта қайнататын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай суды бетіне дейін қатты толтырмай құйып шығатын боламыз. Мына жақта 5 литрдай су кетті. Енді сіздер адамның санына қарай өздеріңіз етті де суды да көбейтсеңіздер болады. Мен алдын ала қазына жіппен орап, ығыздап, тесіп алдым. Осылай бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Өйткені тасып, осылай кір көбігі бетінен ағып кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, кір көбігін алдын ала алып отырамыз. Сәбіз ұзақ пісетін болғандықтан ертерек осылай салып қоямын алдын ала. Қазым жарылып кетпеу үшін де осылай жіппен орап қойған дұрыс деп білемін. Жанына кір көбік қатты шығып кетпеу үшін осылай пияз салып қойсаңыздар болады. Бұл лайфхак. Бірақ көп жерлерде көп адамдар пияз салмауы мүмкін. Ол өз еркілеріңізге байланысты. Міне екінші қайнап шыққан кезінде осылай картобын салып алдым. Қатты езіліп кетпей тұрып, картобын алып аламыз. Арасында осылай шығып жатқан кір көбіктерін алып отырсаңыздар болады, мен сияқты. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, жақындарыңызға таратып, жасап көріңіздер. Міне осылай май шықты. Енді біз бұдан тесто жасайтын боламыз. Мен тестосына міндетті түрде сорпаның майлы жерін алатын боламын. Мен ешқандай да су араластырмай өзіне жасаймын. Тек қана бір дана жұмыртқа қосамын. 2 зуаланың қамырын жасадым. Міне көріп тұрғандарыңыздар ешқандай да қолға жабыспайды. Өз қалпын сақтап тұрады. Ұнның барлығын өзінің бойына сіңіріп алады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қолдарыңызға да жабыспайды. Күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Осылай орташа қаттылықта қамыр елеп алатын боламыз. Оны 15-20 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Содан соң жаюды бастайтын боламыз. Оның арасында мен осылай тұздығын дайындап алдым. Бізде пияз сорпа деп айтады. Әркім қалай айтады. Ең алдымен осылай пияздарымызды турап алған соң міндетті түрде жай ғана суға біраз бұқтырып алатын боламыз.
немесе қайнатып алсаңыздар да болады. Содан соң май сорпамызды үстіне құйып, осылай араластырып, дайындап, бетін жауып қоямыз. Мен үстіне осылай укроп турап қосамын. Солай дәмдірек болып шығады. Сіздер қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Міне уже картоптарымыз пісіп шықты. Оларды алып бір ыдысқа салып қоямыз. Сәбіз әлі қайнап тұра береді. Міне бізде тыңған қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, зуалай етіп жасап аламыз. Содан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз, дөңгелетіп, шетін басып. Кішкене қаттылау болса, қаттырек басып жаясыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Менің қамырым бірақ қатты жұқа болмады, орташа көлемде шықты осылай. Ұн сеппесеңіздер де жабыспай, өз қалпын сақтап тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай салып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Оған дейін мен астына кішкене осылай тұзды ұн құйып аламын. Міне қамырымыз пісіп шықты бізде. Осылай салып аламыз. Содан соң жаңа дайындап қойған тұздығымызды үстіне салып, жақсылап қамырдың арасына кіргіземіз. Өйткені қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін пайдасы тиеді. Бірақ көп жерлерде тұздықты беткі жағына салады екен. Міне етімізді алдын ала дайындап, кесіп турап алдым. Менде жолдасым өзі кесіп турап береді. Міне көріп тұрғандарыңыздай қазы бүтін әдемі болып шықты. Етіміз де өте дәмді, жұмсақ. Картоптарымыз бен сәбіздеріміз де өте әдемі болып шықты. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен асқабақ қосылған тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм електен өткізілген ұнымыз, содан соң 125 грамм үй жағдайында ертілген сарымайымызды қосып, осылай үгіттелмелі түрін жасап алатын боламыз. Содан соң 50 грамм қаймағымызды алып, соған жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бір жұмыртқаны қосып, артынан тұзды салып, жақсылап араластырып, қамырдың басын біріктіретін боламыз. Жайып отырып, ортасына май жағуды қажет етпейді. Үгілмелі ауызда еритін самса болып шығады. Менде осы қамырдан 22 штук самсаның тестасы пайда болды. Егер сіздер көп адамға жасаймын десеңіздер, дәл осы рецептпен 2 есе етіп салсаңыздар, көп мөлшерде шығады. Міне көктем келген соң адамның бәрі әлсіреп жүреді. Сол үшін де асқабақтың адам өміріне пайдасы өте жоғары болғандықтан асқабақ қатты ұнайды өзіме. Асқабақ біздің ғасырымызға дейінгі 3 ғасырда Мексикада пайда болған. Кейіннен 15 ғасырда Мысырға әкелген. Біздің Қазақстанда әсіресе оңтүстік өңірлерінде өте көп пайдаланады. Өте дәмді. Кейде асқабаққа қант қосып жесеңіздер болады, өйткені дәмі өте керемет болады. Асқабақтың бауыр ауруына өте пайдасы жоғары, және дәнінің өзі қаншама емде, медицинада қолданылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай тюльпанды осылай бір шетін кесіп алып, орап астын қатты беріктеп жауып, бүгіп түйіп алатын боламыз. Және әсемдік үшін осылай шетін қайырып аламыз.
көріп тұрғандарыңыздай міне және көрсетіп жатырмын. Осылай жайып алып, шетін кесіп алып, асқабағымызды толтырмай салып алатын боламыз. Асқабағымызды салмасын салып болған соң жақсылап осылай айналдырып түйіп аласыздар. Сосын астын жақсылап бекітіп аласыздар. Уайымдамаңыздар, ортасы толық пісіп, дәмі әдемі болып шығады. Қонақтар келген кезде де аяқ аста жасай салуға да ең оңай самсаның түрі болып табылады. Ауыз ашырға міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Осылай дайын болған самсаларымызды листке теріп алып, жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып бетіне жағып аламыз. Содан соң менде тюльпан тәрізді самсаларымның бір шетіне ғана күнжіт пен сидананы біріктіріп сеуіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай сепсеңіздер болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын. күн достар, қалайсыздар? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен қытырлақ пилмешке дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 140 грамм
суу керек болады. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Егерде сіздер көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, тура осы рецептпен 2 есе қосасыздар. Мен бүкіл керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Содан соң 1 дана жұмыртқамыз керек болады. Содан соң 80 грамм сары майымыз керек болады. Бөлме температурасында ерітілген сары май болса да болады. Мен алдын ала микроволновкада ерітіп алдым. Осылай жақсылап араластырып, ұнымызға алдын ала 1 шай қасық разрыхитель қосып алдым. Содан соң дрожжи саламыз. 1 шай қасық. Менде дрожжи қосылған жері түспей қалыпты. Сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде 400-500 граммдай ұн кетті. Міндетті түрде ситадан өткізіп алып қосыңыздар. Осылай басын жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Ауызашарға өте керемет ас болып табылады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Кішкентай балалар мен үлкен кісілерге де қатты ұнайды. Міне осылай басын біріктіріп болған соң, 1 сағатқа немесе жарты сағатқа бетін жауып осылай қойып қоямыз. Міне тынған қамырымыз осылай әдемі болып шығады. Ешқандай да қолға жабыспайды. Көп ұн пайдаланбастан жаюға да болады. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздердің оқтауларыңыз үлкен болатын болса, 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Менде оқтауым орташа көлемде болғандықтан 3 бөлікке бөліп алдым. Міне жан-жағын басып жаюды бастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге тағы да рецепттер керек болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менде жаңа сіздерге пайдалы рецепттер көп. Осы ауызашар уақытында жасалатын оңай жеңіл тамақтар түрлері менде бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны осылай мантының қамырын орағандай, осылай орап алатын боламыз. Бірін үстіне бірін осылай қойып, бір-біріне мүлдем жабыспайды, ойымдамаңыздар. Өйткені біздің қамырымызда сары май бар. Осылай көлемде кесіп алсаңыздар болады. Егер сіздер бірдей размерде болғанын қаласаңыздар, линейкамен өлшеп алсаңыздар болады. 7 сантиметр етіп. Содан соң осылай кезектетіп үсті-үстіне қойып шығатын боламыз. Қойып шыққан қамырымыздың шетінен бастап кесіп аламыз. Осындай көлемде немесе үлкен-үлкен етіп жасасаңыздар болады. Енді өз ыңғайларыңызға қарай. Менде кіші көлемін ұнататын болғандықтан осылай кіші етіп кесіп алдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Маған ең қатты ұнайтын пельмешкелер. Мен салмасына осылай картопты алдын ала езіп, май қосып дайындап алдым. Егер сіздер ет қосам десеңіздер, фаршты алдын ала қуырып алып қоссаңыздар болады. Осылай орташа көлемде салып аласыздар. Барлығын осылай салып болған соң, шетінен бастап түйіп бастаймыз.
Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп алсаңыздар болады. Немесе үлкен көлемде заказға сатсаңыздар болады. Бірақ ол кезде сантиметрмен өлшеп алсаңыздар өте керемет болады. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міне осылай қызып тұрған майға салып алатын боламыз. Ас болсын. Сау болыңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіз. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қатпарлы самсаның рецептін түсіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 300 грамм ұн, електен өткізілген ұн керек болады. Содан соң 1,5 шай қасық тұз саламыз. Содан соң осылай 30 грамм сары майымызды саламыз. Менде сары майымыз 82,9%. Содан соң 175 миллиграмм су салатын боламыз. Салқын су саламыз. Сол кезде қамырымыз орташа қаттылықта болып шығады. Осылай жақсылап басын біріктіріп алатын боламыз. Біріккен қамырды зуаланы осылай бір шетке алып қоятын боламыз. 15 минутқа тындырып, оған дейін салмасын дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен 2 орташа жуаны пайдаландым. Сіздер де адам санына қарай көбірек етіп жасасаңыздар болады. Мен 1 орташа асқабақты пайдаландым. Мен барлығын турап қостым. Бірақ менде салмасы қалып қойды. Бізде 5-4 адам болған соң азырақ көлемде істедім. Сіздер көптеу жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Және осы мини самсаны жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізде бір құпиясы, мен асқабаққа міндетті түрде қант қосамын. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міне 15 минут тынған қамырымызды осылай 2-ге бөліп жайып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тынған қамырымызды осылай шет-шетін басып жайып алатын боламыз. Жақсылап. Менде 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер одан да көп қылып жасасаңыздар болады, әрине өз қалауларыңызға байланысты. Менің арнамнан тағы да қандай рецепті көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Менде бүкіл құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар да болады. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетіңіздер. Міне бізде қамыр уже дайын болып қалды. Қатты жұқа етіп жайған жоқпын. Орташа көлемде жайып алдым. Сіздер жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Міне осылай жайып алған соң біреуін бір шетке ала тұрып, екіншісін жайып алатын боламыз. Міне қатты жұқа емес, орташа осылай болып шығады. Содан соң сары майымызды, жаңағы 82,9% майымызды, содан соң болдың майын араластырып ерітіп алдым. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Қанша грамм салғанымды описание бөлімінде жазып кететін боламын. Егер сіздерде қолы май болмаса, маргаринді пайдалансаңыздар болады. Немесе көп жағдайда қойдың майын ертіп алып жақсаңыздар, қатпарлығы өте күшті болып шығатын болады. Сіздерде үйде қандай май бар, сол түрін пайдалана бересіздер. Міне жетпеген жерлерін кішкене созып, осылай жеткізіп алып, май жағып, екеуін бірге нығыздап орайтын боламыз.
бәрін бір тегістетіп жағып алатын боламыз. Маған қолмен ыңғайлы болды, содан соң қолмен жағып алдым. Содан соң осылай нығыздап орап алатын боламыз. Менде кішкене майы көптеу болып кетті. Оны бөлек алып, үстінен кішкене сырғатып алып, бет жағына орап болған соң жағып, морозильникке 20 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Немесе холодильникке 30 минутқа қойып қоясыздар. Міне пакетке салып, морозильникке 20 минутқа қоюға жібердім. Сосын салмасына 2 шай қасық қант салып алатын боламыз. Дәмді болып шығу үшін. Міне құпия соусы да. Содан соң 1 шай қасық тұз салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын осы жарты шай қасық қарабұрышымыз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң жаңағы морозильниктегі қамырымызды алып, 22-20 грамм қылып бөліп алатын боламыз. Сол кезде мини самсаларымыздың көлемі шығатын болады. Не осылай кесіп аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ортасы өте қатпарлы болып шыққан. Оны ұнымызға батырып, шет-шетін басып, шайлап жайып алатын боламыз. Сол кезде қатпарлы көлемін жоғалтпай, қатарлақ, әдемі болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай жасап көріңіздер. Менде пергамент қағазы жоқ болғандықтан листтің астын осылай майлап, барлығын бір тізбекті етіп қойып шықтым. Егер сіздерде пергамент қағазы болатын болса, астына соны төсеп, бір шеттен қойып шықсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар. Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен чебуреки дайындайтын боламыз. Мен картошка қосып жасадым. Сіздер ет қосып жасасаңыздар болады. Бізге ең алдымен 350 грамм ұн електен өткізілген. Содан соң осылай ортасын ашып қоямыз. Ыстық суға 1 чайный ложка тұз қосып жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң осылай қосып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Мен өте ыстық суды қостым. Осылай жақсылап араластырып жасап аламыз. Менің істеген қателігім майды соңында қосқаным, бірақ сонда да жақсы шығады екен. Сіздер осылай барлығын араластырып жатқан кезде бас жағында қосып жіберсеңіздер болады. Содан соң осылай 20 грамм майымызды қосып аламыз. Соңында қостым, мен көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап басын біріктіріп, тындырып қоясыздар арасында. Сол кезде қайта-қайта ашып, июін қандырып, жақсылап илеп тұрасыздар. Міне басы бірікті. Енді бетін жауып, 15 минутқа қойып салмасын дайындайтын боламыз. Мен 5-6 дана картопты турап осылай қайнатып алдын ала дайындап алдым. Содан соң бір пияздың жартысын жақсылап қорып қосып жібердім.
сіздерде тартылған ниет болса содан жасасаңыздар болады. Не көріп тұрғандарыңыздай бір шай қасық тұз қостым. Осылай жақсылап езіп, май, сүт болса сүт қосып жіберсеңіздер болады. Теңдеп бөліп кішкентай домалақтар жасап алатын боламыз. Сосын барынша жұқа етіп жайып, көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жайып, салмасын ортасына салып, шанышқымен басып шықтым. Мұнда екіншісін жайып көрсетіп жатырмын. Осылай жұқа етіп жайып. Мен арасында оны пайдаланып отырмын әрине. Бірақ тым қатты жабыспайды оқтауға. Осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың ортасына салмасын салып, жанын толықтай бекітіп, үстінен шанышқымен басып шықсаңыздар әдемі көрінеді. Егер де дұрыс жабылмаған болса, ішіндегі картобы сыртқа шығып, майды қара түске енгізіп жіберуі мүмкін. Міне содан соң осылай шанышқымен басып шығатын боламыз. Ішіне ауа қалдыратын боламыз міндетті түрде. Сол кезде біздің чебурекелеріміздің сырттарында бүртік болып әдемі болып көрініп тұратын болады. Қызып тұрған майымызға екі бетін айналдырып тұрып пісіріп алатын боламыз. Менде май кішкене қатты қызып кеткен жақта. Уайымдамаңыздар, бірақ іші толықтай пісіп шығады екен.
Менің қазаныма 2 дана чебуреки ғана сыйды. Не осылай қызарып әдемі болып шығады екен, жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп жасап көріңіздер. Міне қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар. Қайырлы күн достар. Біз бүгін үгітілмелі самсаны жасайтын боламыз. Оған ең алдымен бізге айран керек болады. 120 грамм айран. Содан соң сармай, ертілген сармайды қосып, 1 дана жұмыртқа қосамыз. Содан соң 1 шай қасық тұз саламыз. Тұз салып осылай араластырып, жақсылап разрыхитель тест қосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қосып жатырмын. Содан соң ең алдымен електен өткізіліп қойған ұнымызды қосамыз. Мен 2 бөліп қостым. Осылай жақсылап илеп, қамырдың басын біріктіреміз. Мына 2-ші бөлігін салып араластырып жатырмын. Бізге 400-500 грамм ұн кетті. Басы біріккен соң осылай телефонға салып, холодильникте жарты сағат немесе 20 минутқа қойып қоямыз. Немесе морозильникке 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Міне уже дайын. Қамырды осылай алып, дөңгелек етіп бөліктерге бөліп аламыз. Менде 40-42 граммнан болды. Және 15-20 дана шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай домалақ етіп алсаңыздар болады. Сосын оны тақтайға жинап, бетін жауып, шетінен пайдаланып отырдым. Міне осылай жайып аламыз. Төрт жағын осылай кесіп, менде 2 түрлі начинкамен болды самса. Біреуі етпен, біреуі картоппен. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қосып жасасаңыздар болады. Менде қойдың етінен жасалған начинка. Міне тағы да біреуін көрсетіп жатырмын. Басында сіздерге қиын болуы мүмкін. Бірнешеуін жасаған соң оңай болып кетеді. Осылай 4 бөлікке бөліп кесіп алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Бірінің үстіне бірін жабыстырып отырамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Өрілген сияқты болып шығады. Жан жағын осылай біріктіріп шығыңыздар. Немесе ішіндегі салмасы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер.
Міне мен картоппен қосылған бөлігін осылай түйіп шықтым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы етіп түйсеңіздер болады. Міне дайын болған самсаларымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Ішіндегі начинкалары толықтай пісіп шығады. Сіздер күнжіт сепсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін базарда сатылатын қатпарлы самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен жылы су құйып, үстіне тұз салып, ерігенше араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды екіге бөліп, орташа қаттылықта қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды арасында илеп тұрамыз. Содан соң 15 минутқа тындыруға жібереміз. 15 минуттан соң қамырымызды алып, 2 зуалаға бөліп аламыз. 2 зуаланы тағы да тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң алып жая бастаймыз. Жайылған кезде өздеріңізге ыңғайлы болуы керек. Қатты қалың, қатты жұқа болмау керек. Содан соң екінші қамырды үстіне қойып, оқтауға орайтын боламыз. Оқтауға жақсылап орап болған соң, оның ортасынан екіге бөлеміз. Екіге бөліп, және оларды төртке бөлетін боламыз. Төртке бөлінген қамырды тағы ортасынан екіге бөліп аламыз. Кесілген қамырларымызды мұздатқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Одан соң шығарып, осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Бұл біздің самсамыздың негізгі бөлігі болып табылады. Осылайша жаңағы кішкентай бөліктегі самсалардың бетіне тағы да кішкентай бөліктерге бөліп, қатпарлы жағының бетіне қойып шығатын боламыз. Содан соң қамырымызды ұнға батырып немесе өзінде жайсаңыздар болады. Содан соң жайылған қамырымыздың жаңағы қатпар жабыстырылған бетін емес, үш жағына начинкамызды салып, оны өздеріңіздің қалауларыңызша түйіп аласыздар. Мен картоп қосып жасадым. Дайын болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағатын боламыз. Барлығына жағып болған соң өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжіт немесе сидана сеуіп, оны 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Ас болсын. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен ауызашарға ерекше вареники дайындайтын боламыз. Ерекше деген себебім, бұл жолы вареникеге асқабақ қосып жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм суымызды таза құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, 1 дана жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды жақсы ерігенше араластырып аламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды дайындап аламыз. Бізде 250 грамм суымызға 500-450 граммдай ұн керек болады. Орташа қаттылықта болу керек. Міне осылай ситадан өткізіп, жақсылап, басы біріккенше илеп алатын боламыз. Мен өзімде алғаш рет жолдасым бір кафеге алып барған кезде вареникінің ішіне асқабақ қосып жасағанды көрдім. Және сіздерге де сол әдіспен жасап жеулеріңізді ұсынамын. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Мен ең сүйікті асым деп айтсам да болады вареникеді. Өйткені мен студенттік кезінде тек қана осы тамақты алып жейтінмін.
Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Менің арнамда жаңа рецепттер 2 күн аралығында шығып отыратын болады. Міне осылай қамырымызды жақсылап басын біріктіріп алған соң 10-15 минутқа тандыруға қойып қоямыз. Менде бұл зуаладан 2 зуалаға бөліп қамыр жасап алдым. Егер сіздердің үйлеріңізде қанша адам бар, сол адамның көлеміне қарай жасайсыздар. Бізде 4-5 адам болған соң 2 зуаланың барлығы кетті. Жеңіл және тойымды тамақ болып есептеледі. Міне салмасына көріп тұрғандарыңыздай 5-6 картопты алдын ала қайнатып, 2-3 дана 200 грамдай немесе 300 грамдай асқабақ кетті. Осы екеуін жақсылап қайнатып, 1 шай қасық тұзымызды салып, содан соң осылай укропты салып араластырып, соңында қара бұрышымызды да қосып жібердім. Егер сіздерге ұнамайтын болса, қоспасаңыздар болады. Бірақ дәмі өте ерекше болып шығады екен. Немесе асқабаққа кішігірім қант қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне осылай барлығын езіп алдым. Қанша грамм кеткенін мен төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көріп жасап жесеңіздер болады. Міне 10-15 минут тынған қамырымызды осылай 2-ге бөліп, жақсылап жайып алатын боламыз. Өте қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Өйткені суға салған кезде жабыспай, ортасы ашылып кетуі мүмкін. Осылай көріп тұрғандарыңыздай жайып алсаңыздар болады. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Өйткені жабыспай қалуға ұнның да септігі тиіп кетуі мүмкін. Міне дайын болып қалды біздің қамырымыз. Шетінен бастап осылай бокалдың көмегімен домалақ етіп кесіп алдым. Егер сіздерде арнайы қалып болатын болса, соның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 50-60 штуктай қамыр шықты. Осылай жайып алып, салып, тез-тез түйіп тастасаңыздар болады. Немесе жеке алып отырып, ішіне салма салып, тез бүктеп шықсаңыздар да болады. Өз ыңғайларыңызға қарай жасай бересіздер. Маған осылай ыңғайлы, осылай жасадым. Міне осылай салмасын шай қасықтың көмегімен салып алып, бір жанын басып бүктейтін боламыз. Ешқандай да уайымдамаңыздар, аузы ашылып кетпейді. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап шығасыздар. Және сіздер осылай жасап, полифабрикат ретінде сатуларыңызға болады. Міне шетін осылай біріктіріп жауып шықсаңыздар да болады. Алдын ала осылай суымызды құйып алып, ішіне тұз салып, бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Қайнап шыққан соң дайын болған қамырларымызды, варениктерімізді яғни салып, пісіріп алатын боламыз. Абайлап, жайлап салыңыздар. Бірден тастап жіберсеңіздер, беттеріңізге шашырап кетуі мүмкін. Міне менде бір штуктан салып отырып, пісіріп алдым. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен Гүлшат Көчкарова.
сау болыңыздар, ас болсын.